Фруктовый салатты сіз әлі де йогуртпен жасап жүрсіз бе? Ендеше осы рецепт бойынша жасап көріңізші, өте дәмді болып шығады, әрі сұйық болып суы шығып кетпейді. Бісміллах деп ең алдымен бізге қажетті жемістерді қабығынан тазартып алдын ала дайындап аламыз. Кейін алмадан бастап барлығын бір пішінге келтіріп, барлық жемістерімізді осылай турап аламыз. Қыздар, парақшам өте пайдалы, үйдегі бар заттардан жасалатын өте оңай, өте қарапайым рецепттермен бөлісіп отырамын. Сондықтан да менің парақшамда жоғалтып алмас үшін парақшама тіркеліп, лайк басып, сақтап алыңыздар. Бұдан да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі кезекте мандарин салатын боламыз. Ұсақ мандаринді осылай ортасынан ажыратып, сол күйінде салатын боламыз. Ал кішкене үлкендеулерін осы видеода көрсетілгендей етіп, ортасынан бір бөліп салатын боламыз. Жемістеріміздің барлығын кесіп дайындап алдық. Енді өз қалауларыңыз бойынша грек жаңғағын қоссаңыздар болады. Енді салмасын дайындайтын боламыз, яғни заправкасын дайындайтын боламыз. 20% қою қаймақтың үстінен сгущенканы салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Кейін осы араласпамызды жаңағы жемістердің үстінен салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің оп-оңай жасалатын фруктовый салатымыз дайын болды. Үйіңізде бар кез келген әдемі тарелкаңызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қонақ дастархандарыңызға қойсаңыздар да өте әдемі көрінетін салаттардың бірі, және де ешқандай да ұялтырып қоймайды. Сіздермен болған Фариза. Егер де рецепт ұнаған болса, сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіз, және де достарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыз.